Баршаңызға қайырлы күн. Ауызда еритін ең дәмді шоколадно-малиновый трайфл дайындаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, ұн, қант, какао, сұйық май, қопсытқыш және ыстық су қажет. Алдымен жұмыртқаға 180 грамм қантымызды қосып, екеуін жақсылап ағарғанша араластырып аламыз. 4-5 есе көтерілуі керек. Массамыз ағарғаннан кейін сұйық май қосамыз, ыстық су қосып, тағы бір жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін какаоны еліктен өткізіп қосамыз. Какаоны міндетті түрде еліктен өткізіңіз, себебі түйіршік болып қалады. Енді қопсытқышымызды қосамыз. Разрыхлитель ұнды қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша бір араластырып аламыз. Лопаткамен араластырсаңыздар да болады. Осындай сұйық масса шығады. Массамызды жақсылап лопаткамен бір араластырып аламыз. Формаға пергамент қағазын жайып, массамызды біркелкі етіп жайып шығамыз. 170-180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің бисквитіміз пісті. Осылай шпажка тыққанда құрғақ болып шығуы керек. Енді бисквитіміз суығаннан кейін осылай үгітіп шығамыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысқа сливки қойып, үстінен сгущенка қосамыз. Сгущенканың жақсы түрінен қолданыңыз. Екеуін жақсылап миксермен араластырамыз крем болғанша. Бұл кремге творожный сыр қоссаңыздар да болады. Міне креміміз дайын болды. Енді бисквитімізді үгітіп қойған осылай ыдыстарға салып шығамыз. Осылай жақсылап жайып шығып, кішкене басамыз үстінен. Енді пропитка жасаймыз. Пропиткаға менде сгущенка мен сүтті қосып араластырып қойдым. Қалған пропитканы жасай беруге болады. Су мен қанттан да жасауға болады. Өзіңіз қалаған пропитканы жасайсыз. Начинкасын да өзгертуге болады. Бисквитті де өзгертуге болады. Ақ бисквитпен де істеуге болады. Менде замороженная малина болды. Осылай арасына салып шығамыз. Әртүрлі жеміс-жидекпен жасай беруге болады. Енді кремімізді үстіне жағып шығамыз. Кремді жағып болғаннан кейін холодильникке қоя тұрамыз. Кремі кішкене қатуы үшін. Оған дейін ганашымызды дайындай береміз. Ол үшін шоколадқа сливкиді қосып, екеуін жақсылап микроволновкада ерітіп аламыз. Осылай араластырып дайындап қоямыз. Ганашты міндетті түрде трайфлдың үстіне суығаннан кейін құямыз. Әйтпесе крем бетіне шығып кетеді. Осылай құйып, жайғастырып шығамыз. Енді трайфлдарды өз қалауыңызша сәндейсіздер. Жеміс-жидектермен, неше түрлі арахистермен, орео печеньесімен, әртүрлі өзіңіздің фантазияңызға қарай сәндей бересіздер. Осымен біздің трайфлдарымыз дайын. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.